Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті көрермендер, біздің бүгінгі бағдарламамыздың қонағы біздің бір кезде еліміз тәуелсіздігін алған сәтте 90 жылы Қазақстандағы телеарналардың ішінен ең бірінші болып біздің Рахат телеарнасында Нұрнама ислами бағдарламасының ашылуына себепкер болған. Сол кезде өзге ұлттардың жекеменшік телеарнасында алғашқы діннің таратылуына өз қалтасынан қаражатын төлеп бағдарлама ашқан, яғни Нұрнама бағдарламасын ашқан. Осы біздің бағдарламамызды көріп отырған көне көздер болса, сол кездегі барлығы діни сауаттарын осы біздің бағдарламадан ашқан, соған себепкер болған рухани ұстаз, Қазақстандағы Ислам институтының алғашқы ректоры, елін жерін жаудан қорғаған Зуха батырдың ұрпағы Шыңғыс қажы келе жатыр. Ассаламу алейкум. Ағатай, қалыңыз қалай? Мінекей, бұл кездесу 33 жылдан кейінгі кездесу. Сол сізді ашқан Нұрнама бағдарламасы бүгінде 22 жыл телеарнада шықса, 22 жылдан кейін ол онлайн жүйесі пайда болды елімізде. Өзіңіз білесіз ғой, қазір цифрлы Қазақстан дейді. Сол онлайн жүйесінде сіздің ашып беріп кеткен бағдарламаңыз одан әрі жалғасуда. Сол кезде сіздің сабақ беріп жүрген кішкентай жасөспірім балалар бүгінде қандай барлық жерлерде ұстаз, немесе имам, немесе гид қажылыққа апаратын әртүрлі бағытта жұмыс жасап жатыр. Ол сіздің еңбегіңіздің жемісі. Шыңғыс қажы, қош келдіңіз біздің студияға, төрлетіңіз. Мінекей, сол кезде біз ойламадық қой, 30 жылдан кейін сізбен кезігеміз, біз арнайы студия ашамыз. Сол Нұрнама бағдарламасы осы күнге шейін жалғасады. Ол арғы YouTube желісінде жалғасты, Instagram желісінде жалғасты. Оның соңы туристік компания ашылуға жалғасты. Оның соңы телеарна ашуға жалғасты. Бірақ енді сол карантин дейміз ғой, індет кезінде ашқан Жастар деген телеарна өз жұмысын тоқтатты. Қазір Нұр әлем деген телеарнаның құжатын алып отырмыз. Мүмкін сіздің батаңызбен Жақсытан шарапат дейді, ол да бір күндері жарық көрер. Сонымен қош келдіңіз. Қош болдық дейді ғой. Ағатай, қалай жағдайыңыз? Сендерді қош болдық. Қош көрдік дейміз. Қош көрдік дейік. Түркше емес пен түрік тілін өзің кезінде сен айтатынсың. Қажеке біреу сұрақ сұрайды, мен қарап отырам, жауап бересіз дейді. Мына Жұлдыз айтады. Түркше ойлап, қазақша өз сөзіңізді өзіңіз аударасыз дейді. Сол әрине. Қош көрдік, жақсы болды, еске түсірдің бәрін. Менің айтатыным, әлхамдулилля. Алланың берген нығметтеріне шүкіршілік етемін. Шүкіршілік әлхамдулилля деген сөзбен болады, екіншісі іс-әрекетпен болады. Алла не берсе, соны ләин шакартум ләзиденнакум, соны іс жүзінде істеген істерімен көрсетуге шүкіршілік дейді. Ақша берсе ақшаны, ілім берсе ілімді, басқа бір жағдай берсе сонымен қызмет істеуге шүкіршілік дейді. Өзіме ғана деп қойып қойса, ол шүкіршілік емес. Шүкіршілік қылсақ көбейтемін, ләзиденнакум дейді Алла Тағала. وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Егер бергендерімді көрмейтін болсаңдар, білмейтін болсаңдар, жаңа сен біліп айтып отырсың ғой, осының бәрін осындай істедік, істеген бұл кісі деп. Онда білдік, көрдік. Біліп көріп әлхамдулилля деп, әрі қарай жалғастырсаңдар қызметтеріңді, онда көп беремін. Егер білмесеңдер, онда инна азаби лашадид, менің азабым, көрсетінің қиыншылығым өте қатты дейді. Осы өмірде де оңбай қаласыңдар дейді. Ана ақиретте де сұраққа тартыласыңдар дейді. Сондықтан Алла Тағала біреуге жақсылық берді ме, бала берді ме, ақша берді ме, мемлекетті басқар деді ме, ілім берді ме, білім берді ме, ол кім болса болсын берілген нәрсені халыққа жеткізу керек.
халыққа пайдасын тигізу керек. Пайғамбарымыз алейхиссалам былай айтады: менің баламның аты Қасым. Қасым деп балаларыңды қоя беріңдер, бірақ Әбіл Қасым деп қоймаңдар. Әбіл Қасым деген Қасымның әкесі деген, атасы деген сөз. Яғни Әбіл Қасым деп қоймаңдар, Қасым деп атай беріңдер. Алла жаратушы, мен таратушы. Яғни Әбіл Қасым деген Алланың жаратқандарын елге таратып беретін кісі деген сөз. Сол Алла тағала сөзіңіз аузыңызда сол 90 жылы Қазақстан егемендік алып жатқан, енді 91 жыл алды ғой, біз 90 жыл бастап жеттік қой сізбен. Сонау біз енді каналдың басқарушы адамдар Светлана Ивановна Татенко, енді өзге ұлттың өкілі. Сол кезде ол кісіге сіз айтқан, біз ұсынысты айтқан кезде ол кісі бірінші өзі айтты ғой: сендер осы программа неге ашпайсыңдар? Мен айтып жатырмын, бұл программаны қалай ашады мен білмеймін, ол енді біздің жаңа христиан программасын көріңдер деді. Сол бойынша сол бағдарламаны жасайсыңдар деді. Жоқ, сол кезде Алла тағала Шыңғысқа келіп, қазақ жеріне келіп, бірінші телеарнада Нұрнама бағдарламасын ашып берді. Оны әр таң сайын таң 6:30-да көрермендер күтіп, жаңа өздеріне конспект жазып, сол арқылы өздеріне ілім, білім алды. Сол сіздің егіп кеткен егініңіз өнім беруде. Одан кейін жұма күні жұмадағы жүздесуде. Келе онан кейін біз тікелей эфир аштық. Жұмадағы жүздесу. Ол да 22 жыл сол телеарнада көпшілікке өзінің нәрін беріп тұрды. Ендеше сол кезде сіздің оқытқан жас балалар, бүгінде олар бір мешіттің имамы болып отыр. Сонда сіздің егініңіз болып тұр ғой. Бұл дүниеге жасаған егініңіз. Жас бала демекші, ол кезде бар ғой, 20, 25, 30, 35 деген шәкірттер болады. Боз балалар ғой енді. Яғни мемлекетте қызмет істейміз, енді бізге солай бала керек. Жаңа оқитын әліппеден бала керек емес. Имам жоқ, имам керек. Уағыздайтын адам керек. Ең төмен 20, әрі қарай 40-ке дейін ала береміз дегенде, университеттерді, факультеттерді бітіріп келгендердің өзі алдында сабағын алып, мен ректор болып басқарып отырғанда, оқып жетіп, Аллаға шүкір. Солардың көбі енді қайтыс болғаны болып кетті, болмағаны өз жасыма таяп қалды. Менен көп болса 10 жас кішкене болатын 30-дағылар. Мен ол кезде 37 немне болатынмын, жаңағы қазақ не дейді? Пайғамбар жасында? Жоқ, әлі 12, 25 мүшел жас, 13, 25, 37 мүшелінде болатынмын. Көп ауылдарға барғанда қаншадасың, мен мүшелімдемін ғой дегенде, әлі жас екенсіз ғой, 37 дегенде мен жоқ, 49-дамын десем, жоқ, 25-тен десем, жоқ, 37. Қазақ біле қояды, үлкендер біле қояды. Сол уағызымды айтып жүргенде шәкірттерім айтады ғой, ауылдарға барып біз өзі облыстарымызға барып сізден естігенімізді айтамыз. Сонда елдің бәрі қабылдайды дейді. Неге? Шөлдеп отырған халық. Өзің тараттың ғой, жаңағы бейнелі намаз, Құранды оқып үйрету деген, пайғамбарымыздың өмір баяны деген кітаптарды түргелшілігі неше миллион тиражбен алып келгенде, телевизордан да естіп, мешіттің алдында да, институтта да барлық жерде таратылды, Аллаға шүкір. Осы мен бір нәрсені ұмытпаймын. Осы жұлдыз бар ғой, мен мақтап отырғам жоқ. Алдың кез бір күн айтады маған. Тікелей эфирде айтады деп өлі. Намаз оқып, содан бейнелі намаздан кітабыңыздан намазды үйрендім дейді. Бірақ енді ана екінші беттеген оқиын десем әлі жаттағам жоқ, асығып оқыдым дейді. Қарасам перденің алдынан бір жел соққан болып, кітапты бүйтіп аударды. Екінші бетке қарап, үшінші бетке қараған тағы аударды. Сол рухани бір күш болмаса кім аударады оны? Жел келіп, ақылы жоқ жел келіп аудырмайды. Алланың нұры, бір нұрани, бір рухани күші келіп аударады. Сөйтіп оқығам дейді. Сондай. Бір кісінің айтқаны есімнен шықпайды. Bir күні Мұсырдан бір кітап тауып алдым, қызылша кітап болатын. Жаңағы намаздың суреттері, Құранның жазулары бар екен. Мынаны кім? Демек біреу алған, өй, мұны болмайды деп лақтыра салған. Не керегі бар деп. Керегі. Соны алып тазартып әкеп үйден, одан кейін барып содан намаз үйрендім ғой дейді. Миллион тираж болса да жетпей жатыр. Бұлар неге айтып отырмыз? Менің айтуым керек емес. Ел халық біліп отыр. Менің айтайын дегенім, соларды еске салсақ, Аллаға шүкір, әлхамдулилля. Әр қарай дамыта береді Алла Тағала.
Элхамдулиллах, оған шүкіршілік дейді. Өте жақсы. Енді сіздің егіп кеткен егініңіз жайқалып, өсіп, өніп, Қазақстанда қазір 1000 жарымнан астам мешіт салынды. Қанша білімді балалар, жастар көбейіп жатыр. Енді сол кезде сіз уағыз айтып отырасыз ғой. Уағыз бүйтіп ақырын тонмен, төменгі тонмен бастап, сосын күркіреп, көтеріліп кеткен кезде көрермендердің телефондары, сұрақтар көбейе түседі. Есік алдына шыққан кезде бізден нан, әжелер нан пісіріп кетеді, тастап кетеді, гүл тастап кетеді, орамал тастап кетеді. Сол кездегі бір керемет кез болды ғой енді. Абдан шөлдеп тұрған кез. Сол кезде мен ойлайтын, бұл кісі неге солай арқырап күркіреп кетеді дегенде, сонда сізде өзі рухани ұстаз деп айтуы да бекер емес. Сіздің де сол бір қазақтың тегі мықты, қазақтың бәрі батыр ғой, қасиетті дейді ғой, әруақты деп айтады, қасиеті бар дейді. Сондай қасиет батырдың ұрпағы болғандықтан сізде бір үлкен күш бар деп ойлайтынмын. Енді бүгінде көзім жетіп отыр. Сіздің Зуха батырдың ұрпағы екеніңізді, арғы тектеріңізге бір тоқталып өтсін. Енді Зуха батыр атам менің 1904 жылы қажыға барғанда, о кезде мына Одессадан Стамбулға кемемен келеді екен. Анау Алтайдан бір топ қажы келгенде Стамбулда патша, Османлы патшасы жаңағы Сұлтан Абдулхамит хан осылай Стамбулға Орта Азиядан, қазақтардан, Алтайдан қажылар келді дегенде өзі барып қарсы алады. Барады, көреді. Сонда өзің айттың ғой, теккен атамды шақырады, кел бер. Атамыз жас енді. Зуха батырды шақырады. Зуха батыр. Құранды оқи ма? Оқиды. Бәрің айдан оқыдыңдар. Зуха батырдың әкесі Сәбит Дамолла мына Бұхарада оқыған, Қазанда оқыған. Оның әкесі Нұр Мұхаммед Абыз Зайсаңда жүргенде, Алтайда жүргенде, сол жердегі қазақтарға дін жайып келген. Сен де алыс емессің, Сейіт қожалардансың ғой. Найманға сіңген қожалар деп айтады. Олар Найманға сіңген болса да, кімге сіңген болса, Керейге сіңген болса да, сол жердегі қазақтарға дін үйреткен қожалар. Қара қожалардың ішінде жаңағы қожалардың біреуі Уәлдан Хазіреттен оқыған. Уәлдан Хазіреттен оқыған. Батасын беріп кеткен Уәлдан Хазірет 11 жасындағы бала Нұр Мұхаммед талып қалады. Bir бастаудың басына әнеугімен барып келдім, алғаш рет барып келдім. Қара әртістің басында, көпірдің басында. Сол жерде талып қалады да, қайтадан тұрса Құранды оқып жүріп береді, жүрегіне жазған. Пайғамбарымыз алейхиссалам жүрегіне Құран түскен сияқты, әріпті танымайды, білмейді, оқы десе молдалар оқып жүріп береді бәрін. Сондай кісі. Нұр Мұхаммед Абыз. Ол ұлы Сәбит Дамолланы Бұхарада, Самарқатта неде оқытқан, Қазанда, оның ұлы Зуха батыр. Ол кісіде оқып, кейін еліме қызмет істейінде беліне барған. 1904 жылы неге барғанда Сұлтан Абдулхамит хан осының бәрін естіп қарсы алып, бұйрық жазып берді. Өздері бір кісі жіберді, бірге алып барасында деп. Меккенің әміріне, әкіміне дейікші, Зуха батыр атында бір қонақ үй бердім. Мединеде де бердім. Сонымен қазақтар келсін, сол жерде жатсын, тұрсын деп, сол жерде қарсы алып қонақтарына алады. Сондай кісі, Зуха батыр деген кісі, мен атамды мақтап отырған жоқ, болған әңгімені айтып отырмын. Бірақ менің істеп жүрген қызмет... Тарихи шындық. Иә, менің қызметімді көргенде, Зуха батыр атам онша қызмет істемепті деп өзім ішінен ойлап қоямын. Бірақ, Аллаға шүкір, ол кісілерге сәлем берудің өзі бір мәртебе ғой. 1929 жылы шехит болды Алтайда. Соғысып. 7 рет басын ала алмай, ең соңғы рет басын алып келдіңдер дегенде, Сарсүмбе қаласына басын 40 күн іліп қойған ол кісінің. Зуха батыр, несі күмбезі, неде? Қытайда. Сол жердегі келіп жатқан мына туыстар айтады ғой. Зуха батырдың басынан арғарай бері қарай өткенде басындағы неге дұға қыламыз дейді. Егер дұға қылмай кетіп қалсақ, немесе керек қылмай қалсақ, жолымыз бөліп қалады дейді. Білмеймін, өздерінің ойы солай шығар.
Мен сәлемді берем, әссаламу алейке я жадди, ей ата деп. Әне күні барып келдім Нұр Мұхаммед абыздың басына. Сәбит Тамолла қайда дедім, сұрадым қасында. Соның бәрін рухани әлемде сұхбатымды да жасадым. Аллаға шүкір. Бұл не деген сөз білесің ба? Білем. Мен жаңа айттым ғой, бұл кісіде бірдеңе бар ма? Мен сезетім, көтеріліп кетер. Олай емес. Анық білсең бар ғой, мендегі пайғамбарымыз алейхиссаламның менің ең үлкен атам пайғамбарымыз десін. Мұсылмандардың үлкен атасы пайғамбарымыз. Ассаламу алейке айюхан набию ва рахматуллахи ва баракатуху деп намазда сәлем беріп отырған пайғамбарымызға ассаламу алейке я жадди, ата деп пайғамбарымызға сәлем беруіміз керек. Я Расулалла, я сәнәди деймін. Сәнәди деген сүйенетін үлкен тауға айтады. Менің сүйенішім пайғамбарымыз. Асқар тауым деген. Я сәйиди, мені басқарып отырған, өмірді басқарып отырған пайғамбарымыз. Салаватта бұның бәрі бар. Ассалату вассаламу алейке я Расулалла дейді. Барлық мұсылмандар айтады бұны. Умра қажыққа баруда айтудың қандай артықшылығы бар осы? Соны жалғастырайын. Пайғамбарымыз алейхиссаламның қасына барғанда, умра қажыға барғанда, басқа қажыға барғанда, пайғамбарымыздың қасына барғанда сәлем беріңіздер намаздағы сияқты. Немесе ассалату вассаламу алейке я Расулалла, ассалату вассаламу алейке я Хабибалла, ей Алланың сүйіктісі, я Нәбиялла, ей Алланың нәбиі пайғамбары деп пайғамбарымызға сәлем беріңдер. Жоқ. Bunu жаттай алмайсыңдар ма? Жоқ онда. Ассаламу алейкум, я пайғамбарым, саған келдім дегізін. Уа алейкум ассалам. Одан ары пайғамбарым, тілдің бәрін біледі, Алла Тағала. Өліп қалды. Жоқ, өліп қалса неге намазда сәлем береміз онда? Мен өлгім жоқ дейді пайғамбарымыз. Пайғамбарлар өлмейді, қабірінде денесі жатады, рухы жүреді дейді. Әлемде пайғамбарымыздың атағы не білесің ба? Әбул әруах, рухтардың, аруақтардың атасы. Ассаламу алейке я әбәл әруақ деген салауат бар. Ей аруақтардың атасы деген салауат бар. Адам ата Әбул әжіса дененің атасы, денелердің атасы адам ата. Пайғамбарымыз адам атаның да атасы, рухының да атасы. Рухы бұрын бар болатын. Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деген көкте нұрмен жазылған уақытта Мұхаммед кім? Менен басқа адам бар ма дегенде Алла Тағала періштелеріне айттырған. Ол менің сүйікті пайғамбарым ақыр заманда келеді сенің ұрпағыңнан. Денесі кейін салауатта бар ғой. Исмуху шарифу мактубун алал лаухил махфуз бияқутил жауһари вал қалам ва жисмуху мәдинатун фил харам. Оның есімі көкте, денесі жерде, Мәдинеде. Ол салауаттардың бәрін оқитын болсаңдар бар ғой. Жаңағы анау ширк деп жатыр, мұны болмайды деп жатыр. Ой, аруақ деген неме? Бәрі салауаттың ішінде тұр. Пайғамбарымыздың аруақтардың әкесі, атасы екенін сәлем бергенде қасымда тұр пайғамбарымыз деп намаз оқыған кез сөйтіп оқитын болса, сол намаздың да әсерін көреді. Умраға барғанда да, қажыға барғанда пайғамбарымыздың қасында көзінен жас шығады. Мен өзі үйде отырғанда көзімнен жас шығады. Мединедегі жас шыққан дегенде міне үйде отырып жалғыз оқығанда жылап көзімнен жас қалмай қалады. Пайғамбарымызды ойнағанда. Жақсы көрсең пайғамбарымыз түсіңде де есіңе де келіп, неге бұның бәрін Алла өзі істемейді? Алла айтады. Әфдәйту мүлки алейке я Мұхаммед мин ләдүнүл арши иля тахтил аразин. Ей, Мұхаммед деп ат қойған. Мадақтаулы, Алла мадақтаған. Алла Мұхаммед деген. Хамд, мадақ Аллаға, Мұхаммед арқылы Аллаға. Мұхаммед хамд, бәрі бір сөз. Ахмед, үшеуі де бір сөз. Алла өзі Мұхаммед деп мадақтап ат қойып отыр. Алладан басқа кім мақтаған пайғамбарымызды? Алланың Құрандан мадақтаған пайғамбарымызды біз қанша мақтасақ аз. Мадақ Аллаға пайғамбарымызды мақтаймыз да, жаңа салауатымызбен де айтамыз. Саған мүлкімді мен өзім жараттым, барлық мүлікті Алла жаратты, бірақ саған беріп қойдым. Ей пайғамбарым, саған беріп қойдым. Ғарыштың ең төбесінен жердің ең түбіне дейін. Күллүхім ятлубуна рызаим, оның барлығы менің ризамды алайыншы дейді. Жаратқан
адамдар, пайғамбарлар, әулиелер, жындар, жын мұсылмандар бар ғой. Мен сені риза қылайыншы деп отырмын, ей пайғамбарым деп Алла тағала сөйтеді. Пайғамбарымыз айтады, үммети, үммети, ондай болса үмметімді маған бер, үмметімді бер. Маған сенген адамдардың барлығын жәннатыңа кіргіз дейді. Пайғамбарымызға сену керек. Ла иляха иллаллах, Мұхаммедур Расулуллах. Алладан басқа илах жоқ, Мұхаммед Алланың елшісі демеңіз мұсылман емес. Қазір бұлай бірден шыққан. Ла иляха иллаллах, Алладан басқа тәңір жоқ. Мұхаммед неге айтпайсың? Айтпаймыз. Ширк болып кетеді. Алладан басқасын айтсақ ширк болып кетеді деп, илахи дін деп арабша шығарған. Бұл Индияда да, Пәкістанда да жайылған, барлық дүниеге де жайылған, Қазақстанға да келген атын тәңірші дін деп қойған. Илахи менен тәңіршінің мағынасы бірдей. Тәңірші деген сөз бен илахи деген мағынасы Алладан басқа ешкім жоқ. Біз айтамыз, Алладан басқа Алла жоқ, Мұхаммед Алланың елшісі. Яғни Алланың жіберген пайғамбарларына да, Құранға да, әулиелерге де, жаңағы мұсылман аруақтарға да сенеміз. Бір Аллаға сенеміз, аруақтарды сыйлаймыз, Алладан сұраймыз. Аруақтан сұрамаймыз, бірақ сәлем береміз, қандай аруақ болса болсын. Сәлем берсең, сәлеміңді алады. Пайғамбарымыз сәлемін алған. Мен барлығы менің ризамды алам дейді, мен сені риза қылам дейді дегенде пайғамбарымыз үмбетімді бер онда. Маған сенген үмбетімді. Теккен Алла бар деген кісіне емес, менің үмбетім, пайғамбарым деген кісіне маған бер дегенде пайғамбарымызға береді Алла Тағала. Өте жақсы сөзіңіз аузыңызда. Енді сіз бастап кеткен жұмыс жалғасын айтып жатырмыз ғой. Қазірде осы оразаның 3-ші онкүндігінде біздің Мектетур қажылық компаниясы қарапайым көрермендердің сұрауымен 2013 жылы құжатын алғанбыз. 2022 жылы былтыр бастадық, 4 рет қажылыққа апарып келдік, умра қажылыққа. Сондағы біздің байқағанымыз, жаңағы пайғамбардың басына кіру үшін қазір құжат болу керек, сосын кейін барып кіресіз. Бізде құжат жазып тұру үшін оған көп уақыт керек, әрі-бері жүгіріс керек. Сонда сіз айтқандай салауатты оқығанда ешбір құжатсыз, ешбір тексерусіз біз пайғамбарымыздың басына әйелдер қауымы кіріп бірнеше рет сәлем бердік. Енді біздің осы қазір 5-ші мәрте бара жатыр ғой қажыларымыз, Алла қаласа. Сол кісілерге қандай бір бағыт бағдар берер едіңіз? Үйіңде болсын, осы жер бетінің қай жерінде болсаң бол, пайғамбарымызға сәлем берсең, пайғамбарымыз көз алдында тұрғандай елестеп, елестеу де шарт емес, елестесең ой бір араб сияқты көріп қаласың, бір киімі бар деп. Айтып, пайғамбарымыз деп ойласаң болды, сәлем берсең, сәлеміңді алады, намаздағы сияқты. Бір. Екіншіден, Мединеге бардың, кіре алмадың, Мединенің өзі пайғамбарымыздың жүрген жері, аяғы тиген жері. Мединенің ішінде месжидке бардың, Месжид-i Небауи ішіне бардың, Раузаға бардың, пайғамбарымыздың алдына бардың, салауатыңды оқыдың, сәлем бересің. Одан кейін тек қана мынаны айтсаң да, арабтар оны біледі, басқа ел білмейді, білмегесен. Я Расулалла, я Расулалла, я Расулалла деш. Арабтың тілінде не деген сөз? Бұған яи истиғасы дейді. Яғни көмек сұрау ясы дейді. Нида ясы емес, нида деген айғайлау, естірту. Яи истиғасы деген көмек сұрау ясы. Мысалы дейді, ауруханаға барсаң, я табиб, ей дәрігер, немне? Доктор, дәрігер. Доктор, ей доктор, десең жүгіріп келе ме? Келеді. Оған мұнан емде, мұнан үйт деп отырмайсың, ей доктор десең болды. Пайғамбарымызға да я Расулалла десең, көмек шақырдың болды. Қандай көмек сұрасаң сұра. Ой, мен бәрін айтқам жоқ. Оймен айтқан дұрыс па, әлде дауыс шығарып айтқан дұрыс па? Ойыңмен де айт, дауысыңмен де айт, қайтып айтсаң айт, миллиондаған адамдар айтып жатыр. Маған біреулер бата алып келген. Келеді, әлде де келеді. Бір әжелер келеді. Қажеке бәрін ойлап отырдым. Сіз ойла дегесен, кейбіреуін айтып едім сізге, сіз айттыңыз, қайталадыңыз. Бірақ біреуін ұмытып кетті деп қайтып келеді. Ей Алла бәрін естіп отыр. Мен пайғамбарымыздан бата сұрадым, жолың болсын, жүре беріңіз деймін. Сол сияқты. Тек сен сұрап отырған жоқсың, сол жердегі қалың адам сұрап отыр. Ол жердегі емес, міне жердегі қалың адам пайғамбарымыздан бата сұрап отыр. Пайғамбарымыздан бата сұрау, ей пайғамбарым маған бата беріңіз демей-ақ. Я Расулалла дегеннің мағынасы истиғасы деген жедел жәрдем сұрау деген сөз.
Кезінде сахабалар я Muhammedah деп те бата сұраған. Біз пайғамбарымыздың атын атамайық, я Расулалла. Пайғамбарымның көп атағы бар. Жаңа Әбілқасым дедік қой. Яғни Алла жаратушы, мен таратушы, Алладан да сұрайсыңдар, бірақ менен сұрайсыңдар, мен таратып беремін дейді. Пайғамбарымыз табип деген жаңағы емдейтін адам. Тәуіп. Қазақ тәуіп дейді, бірақ доктор жаңағы. Я табиб Алла. Мен ауру үшін я табиб Алла десем де демесем де. Я хабиб Алла, сүйікті. Я сенеди, ей арқам. Я сейді, ей бастығым. Мен пайғамбарымыз менің арқам, менің бастығым болып тұрғанда, Зуха Батыр да, оның атасы да, оның атасы да әлбетте арқама келе береді. Атам маған не деп бата берген білесің ба? Жай қолыңды деді, жайдым. Өңімде, Стамбулда жүргенде, осы Қазақстанда қызмет етіп, қайтадан барып келгенде, жайдым. Бірақ ауыз сөз. Қызыр жолдасың болсын, Аллаху акбар. Мен ойлаймын, неге көп нәрсе айтпайды екен? Болды, қызыр жолдасым болса, одан артық не сұраймын? Қызыр пайғамбар кеп тұр. Қызыр пайғамбар қазір қасымда, Қызыр пайғамбар да тұрар, пайғамбарымыздың рухы да тұрар, басқа әулиелер де тұрар. Кімді жақсы көрсең, соның бәрін қабылдасаң, қабылдамасаң, Алла тағала айтады, менің жібергендерім, нығметтерімді білмедің. Алланың нығметі деп, жаңағы бәдәуи арабтар сияқты жегенді, ішкенді, мына алманы, мына нені гәне, суды гәне нығмет дейсің ба? Пайғамбарда нығмет, әулиелерде нығмет, ілімде нығмет, жаңағы құлшылықта нығмет, умраға, қажыға баруда нығмет. Аллаға шүкір, умраға бардық, қажыға деп, алдымен Меккеге барсаң, Кағбаны айланасың, Мединеге барсаң, пайғамбарымызға келіп сәлем бересің, алдында отырып, сүмірейіп отырып, ештеңе айтпай, қалғып кетіп, алдында тілектердің бәрін қабыл болсын деп пайғамбарымның басын сыйып кеткен адамдар да көп. Одан да ғажайып нәрселер бар. Мен өзі көзім көрген. Алдына долларды алтынды тастап кеткен кісілер бар. Басқа біреулер келіп. Пайғамбарымыз өзі емес, басқа біреулер келіп тастап кетеді. Келесі бір тір адам келіп. Анан қайыр шекен демейді. Пайғамбарымыздан бұйрық алған. Ондай. Мен таңғажайып мұғжизелерді мұғжизетін ғой. Пайғамбарымыз Алланың мұғжизесі. Аятуллах, Алланың аяттары. Бұны басқа саяси мағынада біреулер өзін ат қойып алады. Бізге ол емес. Аятуллах, Алланың аяттары, мұғжизелері. Кераматулла, Алланың кереметтері. Пайғамбарымның көптеген атағы бар. Көптеген атағы бар. Көптеген есім бар. 201 есімі, жаңағы ненің несінде тұр. Есім дегенде міне Кағбаның кесуасы тұр ғой. Аллаху акбар деп жазып қойды. Рахим, рахим. Көрме бізде. Қағбаның сыртқы жамылғысы кесіп, көрме жасап отырмыз осы офисімізде. Келгендер осыны зияратып келеді. Мен қазір Кағбаның кесуасының қасында, көрменің қасында отыр едім. Мен барғанда, әлбетте бәрі сүйгісі келеді. Бәрі бүйтіп жұлып тартып алмасын деп көтеріп тастайды қажылық кезінде. Жоғары көтеріп елдің қолы жетпейді. Бірақ мен кезінде Кағбаның кесуасында мынандай жаңағы қызметте жүргенде алғанда қуанған. Ресми затар. Тәбәрік деп, тәбәрік деп. Енді тәбәрік деген есіме түсіп отыр. Екі нәрсені, көп нәрсе тәбәрік болады, екі нәрсені айтайын мен. Біріншісі Кағбаның кесуасын қара тоны дейді ғой, бұған қара жамылтағы дейді. Жамылғысы. Жамылғысы. Соны қолдану күнә ма, ширк па емес. Оған тәбәрік дейді. Берекеттену. Берекет болсын деп үміттенесің, Алла берекет береді. Неге? Тәбәрәкәсму раббика зил жәләли вәл икрам. Кереметтердің және жәлелдің иесі Алла тағаланың беріп отырған, Алла тағаланың өзі есімдері, аттары бар. Со есімдерін де мүбәрәк қылатын болсаңдар, Алланың есімдерін де айтатын болсаңдар, сендерге берекет болады дейді. Тек қана Алланың өзі емес, есімдерін Аллаху акбар деген есім. Алла өзінің есімі Рахман, Рахим, Азиз деген көп деген есімін пайғамбарымызға беріп отыр. Алланың аты ешкімге болмайды, бірақ Мұхаммед алейхиссаламның бір аты Рахман, бір аты Рауф, бір аты Азиз. Құрандағы Тәубе сүресінің 128 аятын оқып беруім шарт па? Бірақ оқиын сал.
Estağfirullah. Laqad ca'akum rasulun min anfusikum azizun aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mu'minine raufur rahim. Aziz, rauf, rahim. Mine peygamberimizga Allah Teala özü isimlerin atlarını berip koygan. Өте тамаша енді Көптеген есімдері бар Алла Тағаланың. Пайғамбарымызға менің есімдерім саған қолдануға болады деді. Пайғамбарымызды жақсы көрген мүминдерді пайғамбарымыздың аты деп қолдануға о да болады. Мұхаммед деп ат қойып жүр ғой. Менің кіндік атым Мұхаммед. Бұлайша атым Мұхаммед деп оң құлағыма Мұхаммед деп қойған, шақырған, сол құлағыма Шыңғыс деп айтқан. Қазақ атам білесіздер, қай жерде жүрсе мұсылмандар көбінде. Türklerin özü Muhammed miydi? Mehmet deydi. Bir kişilik adamdı kişilik ne kılbaydı adı. Sözdü. Katta aytpayıkçı deydi. Peygamberimizden. Kazakların özü Muhammed de 10 kulağını aytsa da kayta Muhammed deyi vermeydi. Ya korkunçtu o. Korkunç demez, sıylaydı. Yani ne deydi? Kul Muhammed. Yar Muhammed, Nur Muhammed, Muhammed Can, Pir Muhammed, ana Muhammed, Muhammed deyip aytpaydı. Jartısını gana aytады. Kul Muhan, Yar Muhan, Pir Muhan, Mahan. Астарлап бар. Астар, яғни пайғамбарымның атына сыйлап отыр, көрдің ба? Өте тамаша. Енді осы сөздің дәлелді болу үшін, енді бұл кісі жастайын көзін ашқандан дінмен сусындап келе жатқан адам ғой. Осы көрмені біздің бөлмеге мен армандағам. Кисва болса менің бөлмемде деп. Бірақ оны қолым жете ме жетпей ме деп ойлап жүргенде бір бауырымыз осы жерде кисва, яғни қағбаның жамылғысынан көрме ұйымдастырайық. Келгендер жәннаттың иісін иіскесін осы жерді көрсін деп қоймай ма? Мен қуанып бөлмеге кіргеннен кейін, бұрын біз енді мынандай ұзын көйлек, телевизия істегесін, осы көйлек, аяқ жағына шалбар киетінбіз ғой. Сөйтіп кіріп, ассалаумағалейкум деп күнде сәлем беремін осы кисваларға. Сол кезде маған миыма ақыл келді. Андағы бұтыңдағы шалбарыңды шеш деген. Міне сол күннен бастап, міне 1-2 ай болды, мен бүткіл киімдерімді ауыстырып, көйлек киіп кетті міне. Бүгін бағана осыдан бұрын көрме басталды ма? Елдің бәрі көрді ма? Жоқ. Көрмені әлі көрген жоқ, бірінші сіз көріп отырсыз. Бисмилля деп бастап отыр. Осы көрмені көрсетейік деп отырып, сөзден сөз шығып кетті, қарашы. Не жаңа жерде тұрғасан, қасымызда тұрсыншы деп сөйттім. Ар жағын өзі алып кетті біле көрме. Алланың ісі. Иә. Көрме деген несі бар екен, қайтып бастасам, қайтып айтсам елге деп ойлайды екен. Ал көрме дегенде, кисва дегенде екінші бір, одан да жоғары бір не тұрған, мәселе тұр. Пайғамбарымыз алейхиссалам Худайбияға барды. Неден? Мединеден 1400 қажымен Меккеге умра қажылыққа барды. Меккеліктер кіргізбей қойды. Әлі Мекке алынған жоқ. Кағба бар, ішінде пұттар бар болса да бар. Бірақ умра жасау керек. Рұқсат бермей қойды. Меккеге таяп қалғанда рұқсат бермей қойды. Сол жерде 2 нәрсе болды. 3 нәрсе болды, үшеуінде айтайыншы. Сонымен аяқтайық, созылып кетті. Көп айтатын нәрсе бар, бірақ мен өзі уағызым бар еді. Біраз сусындап қалдық қой сізге жаңағы. Айтқан сайын құлпырып баратымыз, естігіміз келеді де рухани әңгімелерді. Ал енді 3 бөлімін айтыңыз, сосын кейін сіздің 4-ші бір осы Мұхаммед пайғамбарымыздың аты қойылған ғой сізге. Сіздің баталарыңыз қабыл болып, бұрынғы қазақтардың бәрі сізден бата алушы еді баяғы кездерде. Әлі алып жүр. Енді соны жалғастыру керек, сіз іздеп тапқаныма қуанып отырмын, тағы да бата аламыз деп. Алсын, бірақ менің телефонымды бермеңдер, өзі іздеп тауып алады. Алып жүр, өсіңдер, күнде 10 шақты, 20 шақты адам келеді, адам басында отыр. Осының алып бірін деп берген батасының барлығы қабыл. Соны ауырғандардың барлығы бар, кезекке тұратын баяғы кезде. Осыдан 30 жыл бұрын. Барлығы сол қабыл болып, орындалып, биік табыстарға, марапаттарға ие болып, өз армандар орындалған. Соған жаңағы осы Орынбек деген бауырымыз Шыңғыс қажы осы жерде дегенде мен қуанып, телефон шалып, енді қазақтарымыз тағы да баталатын болды ғой деп қуанып отырмын ғой. Жоқ, мен пандемия кезінде кетіп қалғам, қайтып келдім, осы бұл 4-5 ай болды. Үйім Стамбулда барып келем. Әлде батамды беріп жүрмін, бірақ бұрынғыдай емес қысқарттым. Өте танитын кісілерім ғана келеді. Айтпаса барайым. Күні 100 шақты адам келсе сіз? Жоқ, мен басым ауырады. Оптым бата бересің оданша. Қазақстаныма берген батам бар, не дейсің әй?
қазақ еліне. Мен өзі қатты айтамын. Не дейсің дегенде, ерсі сөзі сияқты болып қалды ғой, бірақ болсын. Бірақ барлық Қазақстаныма берген батам бар, әлде де телефон жасырып отыр, телефон бермеңдер дейді. Иә. Басқа біреулер болса, мен телефонды бер деп айтушы еді. Бұл кісі жасырын бергісі келмей тұр. Енді бір амалын тауып, кейін бұл кісімен байланыстырамыз сізді. Ана оданша YouTube-ды көріп. Бұл кісінің YouTube каналы бар, өзінің Рухани ұстаз деген, ағылшын әрпімен жазылған, оны біз қазір экранға жазып қоямыз. Бұл кісінің уағыздарын тыңдайын десеңіздер, YouTube желісінде Рухани ұстаз деген канал бар. Соны қоссаңыздар, осы Рухани ұстаз Шыңғыс Қажының айтқан өзінің уағыздарын, қанша видеоңыз бар ол жерде? 100-ге жақын. 100 шақты уағыз бар, соны көруге болады, Алла қаласа. Ал болашақта енді алдағын Алла біледі, бұл кісінің жаңағы жүрегі жібіп, қазағыма қайтадан қарапайым қазақтарға бата берсем деген телефонын келесі жол береміз. Осы жол телефон бермей тұр. Тек YouTube арнасындағы Рухани ұстаз деген YouTube арнасын көресіздер, біздің каналдан да көресіздер, ол каналдан да көресіздер. Жаңағы үшеуді айтпайынша мен тынышталмаймын. Ал кеттік ары қарай. Мен айта берме енді. Үшеуіне Мумраға барамыз деді, кіргізбей қойды. Жаңағы жерде келісім шарт жасалды. 10 жылдыққа. Мұсылмандарға қиын, мүшриктерге жеңіл. Мұсылмандарға ауыр бір шарттар болды. 10 жыл. Сол кезде сахабалар айтты, я Расулаллах, қол қоясыз ғой анаған. Ауыр болып кеткен жоқ па дегенде пайғамбарымыз. Бізге жеңіл болады, Алла сүйіншісін жіберді. Жақсыға жорып отырмын деді. О неміне жақсыға жорып, біз түсінетіндей айтыңыз деді. Мына қол қойып отырған ана кәпірлердің мүшриктердің жіберіп отырған кісінің аты Юсур. Юсур деген, Орынбек айтшы, Юсур деген жеңіл деген сөз. Юсур өте жеңіл. Жеңіл. Адамның атының мағынасы жеңіл. Ауыр деген бір кісілер бар. Неге жібермейді? Оны Алла Тағала. Жолы болмайды деген кісілер бар. Қатты деген кісілер бар. Но жеңіл деген, жолы жеңіл деген кісіні жіберді. Мен осыны теяммүн етіп отырмын дейді. Теяммүн деген не? Теяммүн деген, теяммүн емес. Теяммүн деген топырақпенен дәрет алу. Теяммүн, соңы нун, анау мим. Теяммүн деген, оң қол деген сөз. Юмін оң қол, юмін оң қол. Емин ант беру. Бірдекені қатты жақсылап айтып, сөз беріп ант берсе, жаңағы шартқа қойғанда, қол қойғанда, оған теяммүн дейді. Мен жақсыға жорып отырмын. Жақсыға жоруға теяммүн дейді. Жұма мүбәрәк болсын, жақсыға жордың. Бүгін мына кісі келіп отыр, жақсыға жордың. Жақсы сөз жарым ырыс дейді ғой. Мен айтам, жарым емес, жақсы сөз анық ырыс. Амин. Барлық ырыс. Сондықтан жақсыға жорыңдар, жаманға жормаңдар дейді пайғамбарымыз алейхиссалам айтады. Ойбай, құс, былай ұсама десе, солға қарай ұшып бара жатыр. Үйтіп айтпа дейді. Жақсылығын айт. Түс көрсең де жақсылығын айт. Жамандық болса сол жаңа деп үрлеп таста, түкіріп таста дейді. Жақсылығын айту не? Жақсылықты Алладан тілеу деген сөз ол. Яғни жору деген жақсылықты тілеу деген сөз. Түсіңізде жақсыға жордың, өміріңізде жақсыға жордың, осы бүгін келіп отырғанымызда жақсыға жордың, жақсылық болсын, елімізге, мемлекетімізге, қажыларымыз барып келсін, барады екен ғой. Оразада барсын, оразада әсіресе Құранында сауап қой. Ол жерде ауыз беркету, одан да сауап. Қадір түні. Ол жерде қадір түні болса, мен барғым келеді, бірақ ол жерде қызметін тастағым келмейді. Қызметім не? Ресми қызметтерім бітті. Бір адамға болса да пайдам тиісін деп отырмын. Дұға қылып, Аллаға шүкір, үйленіп жатқаны, үй алып жатқаны, жол ашылып жатқаны, баласы болып жатқаны, неше мыңдай немерем бар Аллаға шүкір. Бұрын Алматыда келіп отырмын. Қазір Қазақстанның барлығы естіп алды да. Кіндік ата екенсіз ғой? Жоқ, мен бата атасың ғой. Мен ғой. Балам жоқ дейді, бата бересің. Қабыл болу. Атын қойып беріңізші деп шақырады. Енді бармайтын болдым атын қоюға да. Телефонмен айта саламын. Үлгірмейсіз ғой өйткені. Шаршадым, қартайдым мен, 70-темін. 70-те болғанда ұқсамайсыз, жылдарға жасап. Қойшы, мен естімеймін оқысаған нәрсені. Бір, екіншіден, жаңа жақсыға жордың ба? Жор. Бәрі жақсы болсын. Өзімді айта бермеймін, пайғамбарымыз алейхиссаламды айтайық. Жақсыға жордың ба? Болды. Бірнеше жылға жетпей жаңағы нәтиже болды. Мұсылмандардың пайдасына. Екіншісіне, я Расулалла деді, мына
Күн өте ысып кетті. Меккеге де бара алмадық. Жаңбыр жаумады, су жоқ. Жейтін ешнәрсе жоқ. Аз бір су алып келіңдер деді. Қолын көтерсе де жаңбыр жауады ғой. Бұл өте атақты бір мұғжиза, көп мұғжизасы бар. Қолын малды жаңағы суға. Ал енді ыдыстарын толтыра беріңдер. 10 саусағынан 10 су ақты жан-жақтан. Су. 1400 кісі ыдыстарын толтырып алды. Беттерін жуып алды. Кейбіреуі мынаны үйге апарайық. Пайғамбарымыздың ішінен шығып отырған су. Пайғамбарымыздың жүрегінен, миынан шығып отырған қан мен ірінің арасынан араласып, тап-таза су шығып отыр. Зәмзәмден де артық бұл пайғамбарымыздың суы. Көрдің ба? Соны алып алды. Кейбіреу үйіне де алып барды. Әр жерде суларын ішті. Хазірет Омар айтты бұны. Я Расулалла, жаңбырда болатын еді ғой, мынау Алланың құдіреті. Хазірет Омар пайғамбарымыз қайтыс болғанда, я Расулалла деді, сен сондай Алланың сүйікті пайғамбарысың. Муса пайғамбар тасқа ұрғанда тастан су шықты, теңіз ұрғанда теңіз жарылды, су шықты. Мүмкін дененің ішінен тасшы су шығуы мүмкін ба? Біз сіздің қолыңыздан денеңізден судың шыққанын көріп ішкен кісіміз. Я Расулалла деген көп бір қасидасы бар, бір айтқан несі, оны өз нелерімді айтып жүрмін. Айтамын, әлі айтқам жоқ. Қазір есіме түсіп кетті. Екіншісі осы, үшіншісін ұмытпаңдар. Бұл керек бізге. Умраға бардық, умраны істей алмадық, бірақ Мединеге қайтатын болдық. Шашымызды алдырайық деді. Тауафта қиын алдырады ғой шашын. Бірақ пайғамбарымыз өзі бастады, мен шашымды алыңдар деді. Басқаларды алатын болды. Алдымен пайғамбарымыз шашын жаңа ұстырамен алып тастады. Алғанда бір талын жерге тигізбей, әне жерге қойды. Алғашында алып отырған сіздер әне жерге ағаштың үстіне қойды. Бүттірек ағаш бар екен. Оны алғандар қалтасына салып алып енді. Кейбіреуі жұтып қойды. Не қылды. Алды. Ойбай деді, пайғамбарымыздың шашын алып жатыр екен. Пайғамбарымыздың оған шаш демейді, сақалы шәріп дейді. Сақалы шәріп дейді. Сақалы шаш аралас қой, бәрібір ғой енді басынан шыққан. Соның бәрін алды да, сахабалар 1400 сахаба таласып, жаңағы шаштарды алып, құрметтеп, көзіне сүртіп, иіскеп, қалтасына салып, үйге апарамыз, баламызға апарамыз деді. Пайғамбарымыздың әйелінен біреу қасында жүрген, Хафса анамызға дейін ұмытып қалдым. Со шаштың біреуін дейді, Мединеге барғанда суға салатымын біреу. Пайғамбарымыздан бата сұрамақшы едік. Қолымыз, ол кісінің қолы тимейді ғой, ұят қой деп. Сонда мен шашты суға салып, іштейтін, ішетін. Аурулары жазылып кететін, жолдар ашылып кететін, проблемалары шешіліп кететін дейді. Сонда пайғамбарымыз алейхиссаламына шашын алып жатқан сахабаларға, «Өй, мен ширкті жойғалы келсем, пұтқа табынмамдар, Алладан басқасынан сұрамаңдар, пұтқа табынмаңдар десем, сендер менің шашыма табынып жатсыңдар ма? Не, бұл болмайды. Шашты сыйлау болмайды. Ширк деген жоқ. Пайғамбарымыз рұқсат етті. Керісінше тәбәрік деді. Тәбәрік, мүбәрәк болсын деді. Менің шашым сендерге мүбәрәк болсын деді. Осы Түркиядан сөзіңіз аузыңызда мешіттерге пайғамбардың сақалына келіпті деп жатады. Иә, сақал бар. Мұражайларда да пайғамбардың сақалын қайналып жүр. Сақал, шаш бәрібір енді. Атын шаш деп айтқан жоқ, сақалы шәріп деп айтып кеткен. Сақалы шәріп Стамбулда, сақалы шәріп мешіт деген мешіт бар. Өз жерде де бар. Бұрын Османлы патшалар жаңа батырлар кезінде қалған кейбір мұралар бар, кейбір үйлерде сақтаулы. Мен біреуін ғана көрдім. Шаш сақталған, иә сақал? Иә. Менің өзім Истош деген мешітте соңғы жыл Қазақстаннан барғанда үлкен бір мешітке бір 5 жыл тұрдым да сол жерден неге шықтым. Зейнеткерлікке? Иә, пенсияға шықтым. Сонда ол мешітке неге қойды? Ол атақты мемлекеттің ең бай мешіті болатын. Мен неге жерге апарып қойды? Бұл Қазақстанның фатихи деді. Қазақстанды көтерген кісі. Діни жағынан, рухани жағынан. Иә, олар сөйтіп ойлайды ғой. Мен дін адамын ғой. Мен басқа өкіметтің адам емеспін, саяси адам емеспін. Сонымен бардық. Мен Монғолияның өзіне барғанның өзіне Монғолия фатихи деп ат қойған маған. Монғолиядан келген Шыңғысхан бар еді. Біздің Шыңғысханымыз Монғолияға барып дін жайды деп Түркияда газетке жазған, телевизорға. Қойшы, ұсақ түйек сөздерді. Келейік жаңағы неге, сақал шәріпке. Қолымен ұстап тұрдым, елдің бәрі ұстай алмайды. 7 қабат неге ораған.
бәрі салауаттан айтып, сен қадір түні болатын. Мен ұстап тұрмын келіп, елдің бәрі салауат оқиды. Ескегісі келеді, көзіне сүрткісі келеді, бірақ алыста, 1 метр алыста тұр. Оның бәрі сөйтетін болса, болмайды ғой. Қолым шаршады, бірақ сонша қуат берді Алла. Неше мың, 7-8 мыңысы бар. Иісі қандай болды? Өзіңізге иіс келді ме? Әлбетте, мен жылап тұрмын. Мен де қайда өжеді жылағаннан осы көзім іскетті мұнандай болып. Сонымен жаңағы мүбәрәк пайғамбарымның сақалын қолыммен ұстауда Алла тағала нәсіп етті ғой. Саллаллаху алейке я Расулалла. Қаррат айни бике я Расулалла. Hazreti Әбу Бәкірдің айтқан осы дұғасы мен пайғамбарымыздың қасында айтты ғой. Осы мен бітірейін. Саған саллаллаху алейке я Расулалла. Алланың салауаты саған болсын, ей Алланың Расулы. Қаррат айни бике я Расулалла. Сенің себебіңменен менің көз айдым болсын, көзім жарық болсын, Алла мені қуандырсын, сүйінші болсын я Расулалла деді. Пайғамбарымыздан сұрады міне батаны. Сонда пайғамбар саған сүйінші болсын деді. Алла сені қуандырсын деді. Біз пайғамбарымызға я Расулалла десек, пайғамбарымыз айтады: я Рабби, мына менен бата сұрап жатқан кісіге сен де жақсылық бер. Тілектерін қабылда дейді. Я Расулалла деген бата сұрау деген сөз. Қазір кейбір дін бұзарлар емес, кешегі уағызында айтқан, бұлар саяси ағымдар. Ол саяси ағымдағылар қайтады. Жаңағы нені айтайын деп едім, ұмытып қаламын, картайганың белгісі. Енді былай деп енді жоқ, Алла тағала айтқызбай отыр ол сөзді. Айтқызбайды емес, айтқызады, неге айтқызбайды? Сен айтқызбай отырсың. Былай айтайын. Жаңағы пайғамбарымыз алейхиссалам бата бере ме? Береді. Я Расулалла деп айтасың, айтасың. Ол көмек сұрау ма? Көмек сұрау. Ішіңден я Расулалла маған балама бата беріңіз. Сахабалар айтқан тірі күнінде. Әнес деген баласын алып келіп, балама бата беріңіз, сіздің қасыңызда жүрсін, өмір жасы ұзақ болсын, бай болсын, көп баласы болсын деді. Білдің ба? 3 бата. Сен 3 бата емес, 30 бата, 3000 бата сұрасаң да, пайғамбарымыз айтсам береді. Батасын береді. Бірақ сеніп айтсаң береді. Көп барады. Салаватқа да сенбейді, осы айтқан бата сұрауға да сенбейді. Онда сәлем неге бересің? Ассаламу алейкум деп жаңа есіктен кіріп келгенде сен халыққа сәлем бердің. Ва алейкум ассалам дейді халық осыны көргенде. Бір мазарға барсаң, пайғамбарымыз айтқан Джаннатул Бақи мазарына барғанда барыңдар. Джаннатул Бақиға. Барамыз ғой. Ухуд шейіттеріне. Бар дейміз. Ана Хазіреті Хамзаға шейіттерге. Меккеде Жаннатул Муаллаға Хадиша анамызға сәлем беріңдер. Сәлем берген уақытта бәрі ва алейкум ассалам дейді. Не деген сөз? Алланың сәлемі, рахметі, берекеті, жақсылығы сендерге болсын дегенде, олар айтады: сендерге де болсын Алланың сәлемі, жақсылығы, берекеті, сәлеметі, байлығы дейді. Салауаты сендерге де болсын дейді. Одан артықса не бар ма? Жаңағы бата бар ма? Бар. Одан артық жоқ, бірақ ары қарай жалғастыра береді. Өте жақсы, керемет, тамаша әңгіме болды, құрметті көрермендер. Біздің Нұрнама бағдарламасын Қазақстанда 1990 жылы ең алғаш Қазақстан телеарнасында, соның ішінде Рахат телеарнасында діни бағдарламаның ашылуына өз қаражатын салып, себепкер болып, қазақ жерінде телеарна арқылы ата-бабаларымыз жолы имандылықты насихаттауға себепкер болған, мұрындық болған сол Қазақстандағы алғашқы ислам институтының ректоры, Қазақстан ислам институты сол кезде бір ғана ислам институты болды ғой, аты жоғарғы ислам институты. Ректоры жаңа Зұқа батырдың ұрпағы, ар жақындағы бабалардың барлығын естісіңіздер кім болғанын. Енді сүф дегені қабыл болатын, амин Аллаху акбар десе барлығы қабыл болатын Батагөй. Пайғамбарымыз арқылы деймін, мен оны басқа ешнен деймін. Шыңғыс қажы Зұқа батыр бүгін бізде студияда қонақта болды. Біз қашанда осындай ұлы әулиелердің ұрпағы, пайғамбарлардың ұрпағы, пайғамбардың шарапаты қонған, қызыр қонған, сондай керемет адамдарды қашанда құрметтеп жүрміз. Жақсының жанында, жаманның жанында 40 күн жүргенше жақсының жанында 1 сағат отыр дейді. Біз 1 сағат отырдық жақсының жанында, және біздің студиямызда Қағбаның иісі, мінекей,
керемет пайғамбарымызды айтқан кезде мен үстім қара су болып кетті, осы қазір отырғанда терлеп кеттім, үсті басым су болып кетті. Міне шынайы Алланың бұл кісіне берген қасиеттің керемет екендігін осыдан ақ байқай беруге болады. Енді алдағы уақытта ағамыздың Шыңғыс қажының батасын аламыз дегендер болса, енді бұл кісі рұқсат беріп қалар. Қазір рұқсат беріп тұрған жоқ, тек рухани ұстаз деген өзінің арнайы осы YouTube каналы бар, содан көресіздер, және біздің осы арнадан көресіздер. Ағылшынша жазсын. Иә, сіз бір батаңызды берсеңіз, біз енді умра қажылыққа қарапайым саллаллаху алейке я расулаллах, қаррат айни бике я расулаллах, ассалату вассаламу биадеди алимилlah. Алла тағаланың ілімінің санындай саған салават болсын, алейке ва аля алике я расулаллах, саған да және ұрпақтарыңа да я расулаллах. Ағысна сәриян биғыззатилля, бізге тезірек батаңызды беріп көмектесіңіз я расулаллах. Мына кісілердің бәрін жол ашылсын, осы тыңдаған кісілердің бәрін сенің берген сенің батаң я расул. Менікі сұрау, мен сенің қайыршыңмын, мен сенің ғана қайыр сұраймын. Мен Алланың қайыршысымын. Сен Алланың сұрап бересің, мен басқа ешкімге қайыршы емеспін. Алла тағала елге қайыр беретін, елге бата беретін кісі қылып жаратты. Шүкіршілігім осыны орындауым керек. Сенен қайыр сұрап отырмын я расулалла. Батаңызды сұрап отырмын я расулалла. Я расулалла, я расулалла, я расулалла. Мен жаңа айттым ғой. Алла тағала пайғамбарымыздың құрметімен әлемді жаратып отыр. Оған әлемдерге рахмет қылып жіберім дейді. Алла тағала сол пайғамбарымыздың қасында, өзімді қасында жерлейді деп сенем, өйткені маған сөйтіп бата берген. Ансарым қасымда өлсін деген. Жәннәтул бақиға барып өлуді маған нәсіп етеді, етсін. Сіздерге барып келуді нәсіп етсін, әмін Аллах. Әркім өлі бергісі келмейді жеді. Енді сізді ойлаймыз 150-160-қа келесіз деп. Әлі біраз уақыт бар. Құрметті көрермендер, келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Allah